Қала ішінде тұрғындар қауіпсіздігі үшін қызмет атқаратын жарық тіректер мен шамдар және автобус аялдамалары бүгінде шаһарымыздың шырайын ашуда. Дегенмен айтулы нысандардың жұмысына кедергі келтіретін кейбір азаматтардың зиянды әрекеттері азаймай отыр. Осылай деп мәлімдеген тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі басшысының міндетін атқарушы Талғат Мақшанов, зақым келген нысандар қайта бюджет қаражаттары есебінен қалпына келтірілетін және осы жөндеуге жұмсалатын сомаларды өзге де маңызды шараларды іске асыруға болатын еді деп отыр. В связи с этим отдел ЖКХ Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі тарапынан мемлекеттік нысандарға зиян келтірген үшін белгісіз азаматтарды анықтау мақсатында 25 жолдама жіберілді. Биылғы жылы тағы сондай 5 құжат полиция басқармасына жолданды. Құқық бұзушылықтар түнгі уақытта жүзеге асатындықтан зиян келтірушілерді анықтау әзірге мүмкін болмай отыр. Осы ретте, егерде сіздер тәртіп бұзушылықтарға куә болсаңыз, жергілікті полиция қызметіне хабарлауыңызды сұраймыз. 2018 жылы және ағымдағы жылдың қаңтар айы ішінде Степногорск қаласында 24 жарық шамдар мен 12 аялдама әйнегі, 5 жол белгісі мен 4 жарық тіректеріне және 1 бағдаршамға зақым келген. Үстіміздегі жылы абаттандыру бойынша жұмыстар жалғасын таппақ. Жоспарға сай спорт сарайының маңайын қайта жаңартып, атақты балуан Қажымұқан Мұңайтпасовқа ескерткіш орнату. Сондай-ақ жаяу жүргінші, жүгіру және велосипедшілерге арналған жолдар бар орман саябағы аумағын ұйымдастыру көзделіп отыр. Бұл тұрғыда жергілікті әкімдік мамандары мен коммуналдық қызметкерлер степногорлықтарды қалашылық нысандарға ұқыптылықпен қарауға шақыруда.